Сәлеметсіздер ме оқушылар, міне біз 9 сыныптың екінші олимпиадалық есебін көрейік деп тұрмыз. Биылғы оқу жылындағы есептің берілісінде мұнда бір геометриялық есеп берілген екен. АБС сүйірбұрыш бұрышында дейді, АС қабырғасы БС-дан ұзынырақ болсын дейді, СД 5 сектрисиясы дейді бұл жерде. А нүктесіне байланысты симметриялы нүкте К дейді. Симметриялы болғандықтан бұл жерде мынау 5 сектрисия СД ғой, СД-дан бірде қашықтықта жатады бәрі. Міне мысалға ДК тең АД болады дегендей, КС тең АС болады дегендей, сондай бір қасиеттері бар симметрияның. Сосын L нүктесінен дейді BDSL параллелограмм болатындай. L нүктесінен, яғни BDSL параллель болатындай бір нүкте аламыз дейді. Енді ол параллелограмм болып шығып тұр бұл жерде. Енді оны созып қоямыз, емдер кейін пайда болған. Параллель болатындай нүкте. Ал H нүктесі дейді С нүктесінен BL түзуіне түсірген перпендикуляр дейді H деген. Жаңағы параллелограмм жасап болдық қой енді BDSL. Сол кезде С-дан биіктік түсіреміз H деген. Сосын не дейді AH-ды. Міне AH-ды созамыз, және SL-ді созатын болса, олар созылулары қиылысады ғой бұл жерде. Сол жерде М деп алсақ дейді. Сосын сол кезде мына СД мен КМ түзулері параллель екенін алыңыздар. Жаңа К деген симметриялық нүкте пайда болды ғой, басында өзі айтты ғой енді А-ға байланыстырып. Сол мына КД СМ деген бір төртбұрыш пайда болады. Сол жердегі мынау СД мен МК-ның параллель екенін көрсетеді. Былайша айтқанда трапеция екенін көрсетеді деп тұрған. Енді оның біраз шешімі бар екен, автор шешімінен сәл ұқсамайтындай бір шешімді көрсетейін деп отырмыз қазір. Кейбір жер ұқсайды, кейбір жер мен бұрыш қолау әдісімен шығарған өзіме ұнайды, сонымен көрсетейін деп отырмын. Так, ол былай бұрыш қолау әдісі деген. Ең алдымен біз дәлелдеу дейік, мұнда даже мына жерге сыймауы да мүмкін, да бұл. Онда созып жазайын. Мен кейбір сөздер жазбай кете берейін, етпесе сыймай қалады екен. Өз есептің шығарып жүріңіз, бір бетке кетіп қалды. А-ға байланысты симметриялы деп берді. К-ны демек бұл жерде АД, КД, ДК-лар бірдей болады, АС, СК-лар. Оларды жазбай ақ қояйық. Енді біз бүйтіп алсақ. Бұрыш АСД-ны дейді. Қайда тұрады? АСД. Мына жерде мен альфа деп алсақ, онда бер жағында альфа болады. Альфа десек, бұрыш ДАК-ны мен бета десем дейді. ДАК деген қай жерде? ДАК мына жерде бета десем, онда мына бір жерде бета болады. Мына жерде мен Е нүктесі дей салайын. Мысалға енді АД Е мен ДК-ге тік бұрышты тең үшбұрыштар сол сияқты. Мысалға АСД мен СКД да тең үшбұрыш деген сөз, солай кете береді деген сөз. Демек мен мына бұрышты да таба аламын. Бір сызықпен бұрыш кетті, демегенде мен екі сызықпен қоямын мына бұрышты. Мына бұрышты бірден табуға мүмкіндік бар менде. Жасылмен жаза тұрайын оны. Ол жерді мен бұлай алсам. 90 азайтылған альфа, азайтылған бета десем. Түсінікті ғой, мына жерде тоже солай. Бұл жерде жасылмен қоя салайын, біреуін жазайын. Қалың болып кетті сия. Не кетіп тұр мына? Бұлай қоймақ керек оны. Осылай міне. Ол қайда келіп жүрді? Анау АСК деген үшбұрыш бар ғой, тең бер үшбұрыш. Мына жерде 2 альфа болса, мына жерде 2 бета болса, ондан 2 белгісіз болып тұрған бұрыш 180-нен сол 2 альфа 2 бетаны қосып 2-ге бөліп тастайды деген сөз. Содан келіп шығып отыр ғой бұл. Сөйтіп бұрыш менде Б, яғни АБЦ яғни АБЦ менде пайда болды деген сөз. Ол 90 азайтылған альфа, азайтылған бета. Қызылмен жаза берейінші мұнда. Ол тең болады және де жылжып жатыр. Ол
болады. Мына қалам қозғалып отыр қайта. А, Б, С дегенім, яғни бұрыш Б, А, С, иә, олар екеуі бәрі бірдей болады деген сөз. Олар тұра тұрсын осылай. Енді БДСЛ-ді қарайық деді. БДСЛ параллелограмм, иә? БДСЛ параллелограмм, менде БДСЛ параллелограмм болатын болса, бұрыш АБС мен бұрыш ДБС, қайда ДБС? ДБС. АБС мен яғни БСЛ, мына жерде мына бұрыш қана, БСЛ, шқақ бұрыш қабыл екеу, е? Мынаған тең болады екен. ДБС мен, яғни ДБС мен бұрыш БСЛ. Барлығы бірдей болады, яғни АБС. АБС-ны тауып алуға болады. Мына жер 2 альфа, мына жер 90 азайту альфа алып бета болса, онда біреуін өрнектесем, мына жерге жазып салайын, енді 90 азайту альфа и қосу бета болады екен міне. Түсінікті ғой, иә? Оны мен АБС үшбұрыштан тауып отырмын. АБС үшбұрыштан мына жер 2 альфа, мына жер 90 азайту альфа азайту бета десем, осы жердегі бұрышты тауып, мына бұрыш еді, мына бұрышқа тең міне, қызыл. Қойып қойын, оларды. Әр бұрыштарды өз суретімен қоямыз ғой деймін. Менде бір сызықты бұрыш кетті, қызыл кетті, жасыл бұрыш. Мына жерде бар деген сөз. Енді үшқақ бұрыш бойынша тең ғой олар. Мынаған тең болып отыр. Енді қайсына келеміз? Енді САБ дейді бұрыш. САБ қайда тұр ол? САБ тең бұрыш НСМ дейді. НСМ деген енді мынау, мен жаңағы БЛ-ді созайын, БЛ мен АС-ын созсам бір нүкте пайда болады, сол жерге N деп ат бере салайын, оны жазбай кетіп мұнда мен. Соларды созсам дейді, САБ мен НСМ мына жердегі бұрыштар отыр ғой міне. Олар тең. Неге тең болады? Себебі СЛ мен ДБ параллель. Параллелограмм ғой. Онда олардың созынысы да параллель деген сөз. Демек, мына жер 90 азайту альфа болса, мына жерде тоже 90 азайту альфа азайту бета деген сөз. Бұл жер тоже жасыл бұрыш болады, онда. Бұл жерде тоже жасыл бұрыш деп айтуға болады деген сөз міне. Мынау жұлдыз бар емес пе? Жасыл бұрыш, жасыл. Шатастырмай, асықпай айтмасаңыздар біліп аласыздар бұны. Мен де созып ұзақ уақыт жазайын мына видеоны. Міне жасылдар тең. Так, мына жер онша әдемі болмады деймін. Қайтадан. Жасылды көріп тұрсыздар, осылай кетті. Енді ана бір қызыл бұрыш бізде бар болды. БСМ деген ары қарай. Мен қазір не жазып болдым? Тұтас бұрышын САБ тең НСМ жаздым. Енді үш бұрыш дейді. КДС-да. Яғни КСД-да. КСД қайда тұр? КСД. Яғни КСД-да. Енді мына жер тоже менде жасыл 90 алу альфа алу бета болды ғой. КСД-да мен бар ғой, мынау СДК-ны ұстай алам қазір. СДК-ны мен бірде жазып қоймақ болады, есептеуін. Қараңдар міне. ДСК альфаға тең, ДКС 90 азайту альфа азайту бетаға тең 180-ні алып тастап, мына жердегі көрген бұрышпен қоямын, мен оны белгімен қойайын. Осы бір бұрышты ұстай алам деген сөз, мен. Мына бұрыш қазірмен керек маған. Осы бұрышты мен есептеулігін жазбай ақ қояйын, бірден таба салайын. Табатын болсақ,
бұл жерде СДК 90 қосу бета шығады екен енді. Енді 180-нан екеуін қосып алып шықса, сонда 90 қосу бетамен дәл келіп тұрады. Енді ДСМ. ДСМ-ді тоже соған тең бұрыш. ДСМ. Ол неге оған тең? ДСМ бізде қазір ол қалай табылды дегенде мынау ДСМ табылған қайда тұрамын? ДСМ бар ғой, ДСМ қалай табу еді бағана? Альфа болғанда бұлайғы мынау ASN жазып бұрыш қой, бұл жерде біз MSK-ны ұстап алуға болады. 180-ні алып тастайсың. 180-ні алып тастасаң, ол жерде KSM шығады бұл жердегі бұрыш. KSM шығады. KSM шыққаннан кейін қайтадан KSM-ге осы DSA-ны қосып келіп жіберсем, 90 қосылған бета шығады екен. Енді қалай шығаруын жазбай ақ қояйын, түсінікті ғой, міне ASN жазып бұрыш қой. Мына жасыл бұрыш бар. Үйтақта одан да емес, бер дайын тұр екен ғой, ешқақш бұрыш екен ғой, қызылмен. Д не шатасып тұрмын? ДБС мен МСБ, яғни МСК деген екеу бір нәрсе ғой, қызыл бұрыш. Осымен тең екен ғой, 90 азайтып алфаға тең. Сол 90 азайтып алфа қосылған бетаға мына альфаны қосып келіп жіберген кезде ДСМ шығады. ДСМ 90 қосылған бета болды. Бұл өсіп тұра тұрсын. Бізге енді тең бөлі үш бұрыш екенін әкелу керек қой, тең бөлі тұрап бетсе екен. Қазір екі бұрышты әкеп алдық, міне СДК мен СДМ-ді. Енді қабырғалардікін алып келу керекпіз, не үшін тең екен. Ары қарай бұлар кеткеннен кейін біз бүйтейік. BH пен қиылысады асы, бағана айтқам N деп. BH-ты созсақ ары қарай, создысынан дегенсе, яғни B-ді созсақ бәрібір N нүкте пайда болады дедік. Енді H нүктесі BDSH-тың ортасы болады дейтін жер. H нүктесі, яғни BSN-нің ортасы болады. Оның ортасы екен қайдан білдің десе, мына 90 градус қой бұл жерде. 90 болады да мына жер. Бер жақтағы мына жерде альфа болса, міне бір жердегі мына BSH бізде. BSH менде 90 азайтып альфа болады. 90 азайтып альфа болады. И ар жақтағы мына бір тұрған NSH-та тоже 90 азайтып альфа болады. Олар әке 180-ні алып тастасаң болса, сол жерден көрініп тұрады. Енді онда ол CH бесектер секені белгілі болса, онда не болады бұл жерде? Табанына түсірген биіктік болса, онда ол табанына қандай да бір үш бұрыш, мысалға BSN бар ғой, үш бұрыш. Қайтадан жаза кетейінші жаңа. Мен қазір келіп шығады, мынаны бірінші бір алып қой. Бұрыш HCN-ді тауып алдым мен. Ол 180-нен мынау 90 азайту альфаны, мына 2 альфаны. Альфа қосу 90-ды, мына жердің өзі 90 бізде, білесіздер ме, міне? DSH 90 ғой. 90 қосып альфа, 90 азайтып альфа, азайтып бетаны тауып арқылы. Алсам, жерде кішкентай бұрыш шығады. Сөйтіп HCN-ім, HCN қайда? HCN. Сол бетаға апарып ананы қосамыз, сол кезде ол 90 азайтып альфа болады екен. Бер жағда 90 азайтып альфа. Сөйтіп ол үш бұрыш тең бүйірлі болады. Тең бүйірлі болса, бұл жердегі бұлардан келіп шығады BH пен HN тең деген сөз. Өйткені табанға түсірілген бесектерсе әрі медиана, әрі биіктік болады. Сол қасиет бойынша BH HN-ге тең болып тұр деген сөз. Енді біз бүйтсек, P нүктесін қолдан жасаймыз. Жоқ, P нүктесін емес, SN мен DB-ны созамыз. Созылғанда бұл аға барады негізінде. Енді қарап тұр, P нүктесі S-ның ортасы болады. Неге десе, трапецияда мынандай ереже бар. Мысалы, трапеция тұратын болса, егер табаны басқа ABC-да, мысалы ABC-да болса,
егер мына АБ мен СД-ны созып әкеп, мына табанның ортасынан Е деп қойып, алып келіп қосатын болсам, онда ол мына БС-ны да ортасынан бөліп тастайды екен. Мысалы, БП тең СП болады. Сондай бір ереже бар. Сол арқылы мына пи нүктесі не болады? СД-ның ортасы болады екен. Демек, СП тең ПД деген сөз. Біз оны қолдан алдық, қалай біліп қойдық десе, өйткені H BDSN деген трапецияның, яғни BDSN деген трапецияның табанның ортасы болып тұр. Одан келіп шығады, онда СН мен ДБ-ның созынысынан А-ға қосылған кезде, олар сөзсіз П нүктесінің ортасына өтеді де, біздегі APH деген ол бір түзудің бойында жатады. Бір түзуде жатады деген сөз. Ары қарай енді аз қалды есепке. Бір түзудің бойында жататын болса, онда мен қазір үшбұрыш мынау үшбұрыш не болып кетейік тағы да бір нәрсе болады. Үшбұрыш мынау APD мен CMPD қараңдаршы. APD мен ұқсас әрі тең үшбұрыш CPM. Енді не үшін екен мұнда жазбай ақ қояйын, себебі ол мына жер вертикал, DP мен CP бірдей, мына бұрыштар мына күлгінің жанында тұрған. Енді CM мен AD параллель ғой, AB. Ішкі бұрыштар тағы тең болады деген. Сонда бұрыш қабырға бұрыш ережесі бойынша осы үш бұрыштар ұқсас әрі тең болады деген сөз. Ал бұлар ұқсас әрі тең болды деген сөз, онда CM мен AD ұқсас әрі тең болды деген сөз. Және олар параллель итақта. Ал бұлардың параллелдігінен ASDM деген ол не болады? Параллелограмм болады деп айта аламыз деген сөз. ASDM параллелограмм болады. Ал олардың параллелограмдығынан бұрыш SAD деген бұрыш пен бұрыш CMD деген бұрыш параллелограмдың қарама-қарсы бұрыштары тең болады ғой. 90 азайту альфа азайту бета екенін білеміз дейді. Мына бір жерде 90 азайту альфа азайту бета. Енді мына 90 азайту альфа азайту бета мен міне бір тұрған 90 азайту альфа азайту бета бірдей болып тұр деген сөз. Демек, қазір біз біліп тұрмыз, бұл жерде біліп тұрмыз КДСМ бір шеңберде деген сөз. Бір шеңберде болады. Біліп тұрсыз ғой, 90 азайту альфа. Мына бір жер тоже 90 азайту альфа. Мына бір жерде жасыл бұрыш болды деген сөз ғой сонда. Бұл жерде соңында бәрібір де жасыл бұрыш болды деген сөз міне. Ал олар тең болса, онда мен қазір не бір күлгін бұрышпен белгілейін. Мына бір тұрған альфа. Енді КСДМ бір шеңбер жатыр ғой, онда мына альфа неге тең болады? Мынаған тең болады деген сөз, бір доғалған бұрышпен. Тоқтаңыз ке, қалай еді? ДСК қайда? ДСК тең ДМС, ДМК, мынаған тең болды деген сөз. Ары қарай альфа, мына жер альфа қалай еді бағана? Бір шеңберде болса ДСК тең ДМК, ДСК тең ДМК. Мұны екі бұрыш тең болады, мұны екі бұрыш. Мұна бұрышы. Жоқ, бұл жерін өтпейді екен, мен мұны әдісім жарамай қалды. Енді бұл жерден кейін мен баған шатасып қалып мына жерге қойып алған мына бұрыш екен деп. Енді мына әдіске өтеміз оны жаңағы. Онда автордың шешімі дұрысырақ болып тұр ма? Онда
бұрыштың теңдігін алдық. Бұрыштың теңдігін алдық. Біз КДС мен ДСМ-нің теңдігін алып келдік. Енді қабырғалардың теңдігін алып келу керекпіз. Бұрыштың теңдігі. Жоқ. Дұрыс, бір шеңбер деген ең былай болады. Қателеспедік. Олар бір шеңберде жатты ғой, мысалы, бір шеңберде жатты ғой былай. Енді мына бір дәу бұрыш пен мына бір дәу бұрыш бізде бірдей. Олар бір шеңбер жасаса, олардың қарама-қарсы бұрыштары да бірдей болады ғой. Мысалға, мынау мен мына бұрыштың қосындысы 180, мынау мен мына бұрыштың қосындысы 180. Онда мына екі бұрышта қалай болады? Тең болып қалды деген сөз. Қарама-қарсы бұрыш 180. Демек, онда бұл жақтағы бұрыштар ең соңында ДКМ мен тең болады. Бұрыш сатаспақпын мен. СМК тең болды деген сөз. Ал енді бір төрт бұрышқа шеңбер сырттай айналса жанынан, олардың қарама-қарсы бұрыштары тең болса, қосындылар 180 ғой, мысалы, мына жер альфа, мына жер бета болып тұрса, мына жер альфа, мына жер бета болып тұрса, онда бұлар тең бүйірлі деген сөз. Тең бүйірлі төрт бұрыш пайда болады деген сөз. Ал біз білеміз, егер трапецияға шеңбер сырттай айналатын болса, мына қазір трапеция болды, өйткені қандай үміт қойдық. Өйткені мына бұрышпен қазір біз бұрыш СДК мен СМК-ның ғана емес, ДКМ-нің де қосындысы біз 180 екенін білдік. Ал екі сызық параллель болса, онда ішкі тұстас бұрыштардың қосындысы 180 болады деп, онда СД параллель КМ деп айта аламыз деген сөз. Міне КМ. Өйткені мына бір бұрыш пен мына бір бұрыштың қосындысы, міне бояп қояйын, көкпен. Екеуінің қосындысы 180 екенін біліп қойдым. Негізі қарама-қарсы бұрыштары қосындысы 180 ғой. Бірақ енді мына төбедегі екі бұрыш бірдей болғандықтан, бір шеңберде жатқандықтан, онда төмендегі бұрыштардың қосындыстарының тоже бірдей болып кетеді. Онда ішкі тұстас бұрыштардың қосындысы 180 болса, СД параллель КМ деп айтуға болады деген сөз. Енді есеп ұзақ болғандықтан сәл шатасу болды, бізде кешірім өтінемін.